Бүгін балалар күніне орай Мұғалжар аудандық ауруханасының ұйымдастыруымен шағын іс-шара өтті. Деректерге сүйенсек, әлемде 1 маусым балаларды қорғау күні ретінде 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданған. 1950 жылы Халықаралық балаларды қорғау күні алғаш рет өткізілген. Адамзаттың міндеті болашақ ұрпақтың бақытты өмірін қалыптастыру. Шараны біздер аурухана қызметкерлерінің балдарына арнап халықаралық балаларды қорғау мерекесіне орай ұйымдастырып отырмыз. Әдетте бұндай шаралар біздің аурухана ішінде ұйымдастырылатын еді, бірақ қазіргі жағдайға байланысты осындай орталық стадионда өткізуді жөн көрдік. Бүгінгі өткізілген жиында еліміздің ертеңі қазіргі жас ұрпақ екенін дәріптеп, бөбектерімізді қорғап, оларға үлгі бола білу әр ересек адамның жауапкершілігі екендігін еске салды. Аудандық аурухана ұжымының шақыртуымен бүгінгі 1 маусым балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтап, бүгінгі мерекелік көңіл-күй сыйлаған жайымыз бар. Барша бүлдіршіндерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Балаларды қорғау күні мереке ғана емес, болашаққа нық қадам жасайтын маңызды шара екенін естен шығармайық. Сіздермен болған мен Нұрғалиева Раушан, арнайы Мұғалжар газеті үшін.